Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода сіздер құмырсқалардан қалай құтылу керектігі туралы көптеген ақпараттар білетін боласыздар. Үйде тыныштығымызды құмырсқалар бұзады. Бұл кішкене жәндіктер әр қуысқа кіріп, азық-түліктердің ішін аралайды. Олар тәтті тағамдарды жақсы көретіндіктен әр күн сайын қант немесе тосап салғыштардың ішінде жүреді. Ең жаманы, олардың адам денсаулығына кері әсерін тигізетін тағамды жеп келіп, оның қалдығын ас үйіңізге тасымалдауында. Осылайша инфекциялық аурудың тасымалдаушысы болуы мүмкін. Электрлі құрылғылардың ішіне кіріп алып, тоқтың дұрыс таралуына кедергі жасайды. Олай болса, олардан қалай құтылуға болатындығы туралы айта кетейін. Құмырсқалардан арылудың түрлі жолы бар, алайда ең әсерлі дегендерін ұсынуды жөн көрдім. Оларды қолданғаннан кейін ұзақ уақытқа дейін мазаңызды алмайды, тіпті толығымен жоғалуы да мүмкін. Ең алдымен олардың үйлеуі қай жерде екенін анықтаңыз. Мүмкін көршілеріңіздің үйіне жақын орналасқан шығар. Егер үйлеуі сіздің үйіңізде орналасса, одан бірден арылыңыз. Ал көршілеріңіздің үйінде орналасқан болса, иесімен келіскеніңіз жөн. Ең алдымен химия көмекке келеді. Құмырсқалардың жолын бақылау арқылы үйлеуін табуға болады. Орналасқан жерін тапқан соң дихлофос себіңіз. Артынша үйді жақсылап жуыңыз. Мұнымен қатар машинка деп аталатын сабын сатып алып, жәндіктердің жүрген жолына жағып шығыңыз. Маңызды айта кететін жайт, үйде аяғы ауыр әйелдер, кішкене балалар мен үй жануарлары болған кезде бұл тәсіл көмектеспейді. Үй жағдайында дайындалатын қоспаларға келер болсақ, мұндай қоспалардың көмегі мол. Оны көбінесе ауылдық жерлерде қолданып жатады. Құмырсқалардың жейтін құралына улайтын зат қосып қойыңыз. Олар оны үйлеуіне тасымалдап, қалған құмырсқалардың өлуіне себепші болады. Мұндай қоспаны қант, су, бор қышқылы және бурадан жасауға болады. Хош иісімен еліктіру үшін тосап, бал немесе шәрбат қосыңыз. Ең бастысы, қоспаны таза ыдысқа салуды ұмытпаңыз. Олар өзге иісті сезсе қашып кетеді. Екінші тәсіл, суға ашытқыны ертіп, үстіне қант, бал және өзге тәтті тағамды қосуыңыз болады. Араластырсаңыз қоюлана түседі. Оларды құтының қақпағына құйып, құмырсқалар көп жүреді деген жерлерге қойыңыз. Ашытқы жәндіктердің ішіне газ жиналуына әсер етіп, соңында олардың қырылуына әкеледі. Ашытқыны кез келген тәттімен, шекер тосап, әселмен бірде-бір мөлшерде су қосып араластырып, құмырсқалардың белсенді тарап жатқан жерлеріне себу керек. Егер жәндіктерді өлтіргіңіз келмесе, келесі тәсілді пайдалануыңызға болады. Иіс арқылы үркіту құмырсқаларды жоюдың жеңіл, қауіпсіз, адамгершілік тұрғыдан да ең бір тиімді тәсілі болып табылады. Мұндай әдістің танымал нұсқаларын атай кетейін. Лимоннан шырын сығып алып, құмырсқалар үймелеген аймақпен тізбектеп жүрген жолдарына сеуіп шығу керек. Ақжелкен, жалбыз, жусан секілді өсімдіктерді ұсақтап, турап, құмырсқалардың белсенділігі артқан аймаққа қоюда зиянкестердің үйді тастап кетуіне әсер етеді. Эфир майы тек қана құмырсқалар ғана емес, сондай-ақ тарақан, бүрке, шыбын секілді жәндіктердің де үркуіне көмектеседі. Ыдыстың ішіне лимон шырыны, өсімдік майын, сарымсақ қосылған натрий немесе ақжелкен шырынын жағып қойыңыз. Құмырсқалар бұл иісті көтере алмайды. Бұдан өзге түймедақ, жабайы, жалбыз, аниса, қалампыр сынды иістер жақтырмайды. Және бұл жерге екінші рет келмейді. Ал сіз бұдан өзге қандай тәсілдерді білесіз? Комментарийде өз ойыңызбен бөлісе кетіңіздер. Видео сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.